Сәлем менің YouTube көрермендерім. Амансыздар ма? Денсаулықтарыңыз қалай? Денсаулықтарыңызды қараңыздар, денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Біз денсаулықты сатып ала алмаймыз. Сол себептен осылай күнделікті менің апта сайын шығарып тұратын рецепттерімді, денсаулыққа пайдасы бар рецепттерімді өткізіп алмаңыздар. Міндетті түрде қарап, соңына дейін қарап, комментарийларыңызды жазып, подписаться етіп қоюды ұмытпаңыздар. Бұл сіздерге жүрегі ауыратын адамдарға өте жақсы көмектеседі. Енді қаныңызды жаңартады. Яғни енді қалайға иммунитетіңіз өте жақсы көтеріледі, жүрегіңіздің жұмысы жақсарады. Бұл біріншіден қаныңызды жақсы айналдырып, қаныңызды жаңағыдай жаңартып, инсульт алған көрермендер болса өте жақсы көмектеседі. Инсульттың алдын алады. Инсульттан кейінгі көрермендерім болса, инсульт алып больницада жатсаңыздар да, үйде жатсаңыздар да, дәл осыны жасап ішіңіздер, сіздерге өте жақсы көмектеседі. Яғни мен сіздермен бөлісе кетейін, қанымызды жаңартып тазартады ғой. Енді қанымыз тазарғасын, біздерде енді инсульттың жолын ала аламыз, иә. Сол себептен бізге гранат керек болады. Гранаттың ішіндегі дәні емес, гранаттың мына ішіндегі, қазір көрсетемін сіздерге, мына перегородкалар керек болады, мына ішіндегі ақтар керек болады. Арасында болады мынандай ақтар болады ғой, арасында мына. Соларды осылай чайникке саламыз. Қазір көрсетейін сіздерге. Бізге осындай міне гранаттың ішіндегі перегородкалар керек болады. Мына гранат бір-біріне бүйтіп жабысып тұрады ғой. Солар керек болады. Осы чайникке саламыз. Ішіндегі мынандай міне арасындағы аппақ. Көріп тұрсыздар ғой. Чайникке саламыз. Міне. Гранат кетіп қалса ештеңе етпейді. Осылай. Және бізге пияздың сыртындағы қабығы керек болады. Сыртындағы қабығын саламыз. Салып. Білесіздер ме, пияздың қабығында қандай көмегі бар? Менің осы YouTube каналымның ішінде видеоларымды қараңыздар. Пияздың көмегін жайлы мен айтқан болатынмын. Қандай емге пайдасы бар ма? Гранаттың ішіндегі ағын, ішіндегі ортасындағы ағын алып салып отырмын. Енді осыған ыссы су құямыз. Бетін жауып бұқтырып қоямыз. Бұны біздер 10 күн ішеміз. 10 күн 2 мезгіл ішеміз. Таңертең, кеште. Ровно 10 күн ішіңіздер. Нәтижесін көресіздер. Жүректеріңізді күтіңіздер. Ол оңай емес. Жүрек деген бір ауырса, бұны деген негізі білмеймін енді. Қазір жастардың өзі жүректен ұсталып кетіп жатыр, я инсульт ұстап. Сол себептен инсульттың жолын алайық, қанымызды жаңартамыз. Өте керемет тәсілмен әрине. Ешқандай да химия емес, жай ғана гранаттың ортасындағы ақтарын алып, бір ғана пияздың қабығын алып салдым, болды. Осыны мен енді 10 күн ішемін. Бұл әрине 10 күнге жетпейді ғой, өздеріңіз біліп тұрсыздар, иә? Қайта жасап тұрасыздар. Керемет болады. Тұнбамыз дайын болды. Өте керемет. 2 мезгілден ішесіздер, 10 күн ішесіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ауырмаңыздар.